Мен Мұхамбетов Болат, ауыл шаруашылығындарының докторымын. Осы Сарайшық ауылының байырғы тұрғынның біреуімін. Қазір бізде Сарайшық ғылыми мекен ретінде мұра жай жұмыс істеп тұр. Оны ғылыми мекеме деп айтуға болады. Мен өзім ғылымда жұмыс істегесін, маған қызықтыратыны, бұнда қандай ғылыми жұмыстар жүргізіп жатқаны өте жақсы қызықтырды. Бұл Сарайшық мұражайы ықылым заманнан бері, Алтын Орданың заманнан бері Сарайшық қаласы бүкіл Алтын Орданың бірде-бір қаласы болып қалыптасқаннан бергі уақыттағы бұлар біздің қазақ халқына істеген, сол хандардың істеген еңбектер ұшан тегіс. Біз айтамыз ғой, Қасым хан менен бұл жерде Хақназар хан екеуі Ноғай ордасынан бөліп алып, бізді неге қосты деп айтамыз, қазақ хандығына. Негізі қазақ хандығы Сығанақ, ана жақтан қалыптасты ғой. Ал енді ол емес, ол шындығында да біз қазақ болып кіші жүз осының ішінде кілең Ноғайлармен бірге жүрдік. Бірге жүріп, сол Қасым хан менен Хақназар ханның қосуы қалпында бүкіл қазақтар түгелімен Ноғайлардың бір бөлігі түгеліменен неге қосылдық қазақ хандығына. Сол кезде мысалы бұрын қазақ хандығы қай жерде? Қозыбасы шудың бойында құрылса, алғы біздің қазақ Ноғай бірлестігі, Ноғай ордасы қосылғаннан кейін ту қазақтың жері қазір мына Орал, Атырау, Сарытауға шейін Атырау, Сарытауға шейін Оренбургтың барлығы мұн жағынан Челябинск, Магнитогорскіге шейін Тобыл өзенінің бойы түгелімен бұрын Ноғай қазақтың жері болса түгелімен қазаққа қосылды. Значит, біздің Сарайшық сол кезде уже дербес хандық құрған Ноғай қазақтардың жері болып та, түгелімен бір кезде уже қазақ хандығына өтті. Соның өзі біраз территория қосылды қазақ хандығына. Бұл қазір енді қазіргі соңғы кезде осы біздің музейде кәдімгі қазба жұмыстар, археологиялық жұмыстар, басқа да жұмыс, этнографиялық жұмыстар үзбестен жүргізіп келе жатыр. Қазіргі біздің ғалымдарымыздың осында біз енді шын айтайық соңғы кезде ғылыми мекеме болып қалыптасты. Мен үшін қызықтыратын дүние осы. Қазір бұнда неге ғылыми мекеме болып қалыптасты деп айта аламыз? Себебі бұнда қазір уже ғалымдар, жас ғалымдар келіп жұмыс істей бастаған. Бұлар ғылыми жұмыстарды өздері басқарып істеп жатыр. Археолог қазба жұмыстар басқа да. Соның бәрі өз күштерімен істеп жатыр. Грант ұтып алып жатыр. Оның өзі біле білген адамға үлкен жұмыс. Скопус, Томсон деген журналдарға статьялар шығып жатыр. Қазір бұрын тек қана музей болатын болса, қазір ғылыми кітапханасы қалыптасып жатыр. Мезгілімен ғылыми кеңес өтіп бұл жерде. Бұл қарап отырсаң, қазір жақсы өзгерістер болып жатыр, жақсы жағына. Түсінесіздер ма? Ал қазіргі тақырыптардың біреуі Қасым ханның мүрдесін тауып, соны зерттеу. Точно осы Қасым ханның мүрдесі деп табу. Сол үшін қазір бұл жігіттер әжептәуір жұмыс жасап жатыр. Мені қызықтыратын осы. Енді өзі белгілі бұрын Жәнібек хан, осында жерленген, басқа да жеті хандар жерленген ұлы Алтын Орда ұлы ұлыс деген соның бір астанасы болған. Содан бері бір астана болып баратқан, шынын айтайық, сосын әжептәуір жер қосылды. Соған қарап, біздің Сарайшық музейі қазір үлкен ғылыми жұмысты істеп жатыр. Егер осының барлығын дәлелденсе, біздің жеріміз ол қазақ астанасының бірде-бір астанасы болғанын дәлелдейді. Ал екінші бір мені қызықтыратын ғылыми жұмыс қазір
бұрыннан бір Жәнібек ханның тұсында ханның бір қызы болды дейді, сол қыз алтын қайығыменен серуендейтін көрінеді. Сол көлдің ортасын тауып батыр жігіттер. Енді сол Секіркөл дейтіні ханның қызы алтын қайықпенен жүріп айналасы кілең аққулар қонып ұшып жүреді екен. Неге қонады? Өйткені хан қызынан ешқандай ештеңені аямаған ғой. Қант сеуіп қоятын болған, қант сеуіп қойсын, аққулар сол қант қабыла келіп қонып осы жерде ұялайды екен. Қазір енді сол аққу көлін іздеп, сол жерді дәл тауып, картаға түсіріп, сонымен бірге сол кезде болған адамдардың да, шынын айтайық, атақты адамдарды да зерттеп зерделеп жатыр. Оны да үлкен ғылыми жұмыс. Сол ғалым Алексеевтің картасын тауыпты жігіттер. Сол картада Қасым ханның жатқан жері осы деп белгіленсе керек. Ал енді жігіттер сол жерден ханның мүрдесі осы екен деп бір сүйектер тапқан. Түптің түбінде қайсы дұрыс, қайсы бұрыс екені енді бұлай радиоуглеродный метод дейді, басқа да метод, изотопный метод дейді, үйтеді, әйтеуір дұрыс мүрденің қайсысы кімдікі екені анықталады. Бірақ ол бүгінгі іс емес, қазір оның жөнінен осы бағытта музейдің ғылыми қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Жылма-жыл археолог жұмыстар жүргізіп. Мен өзім шынымды айтайын, ризамын осындай жұмыс жүргізіп жатқандарына жігіттердің. Ол түптің түбінде мен өзім ойлаймын, осы Сарайшық ауылы қазақ хандығының бірде-бір орталығы болады деп сенімді айта аламын да, және жігіттер осы уақытта жақсы жұмыс істеп жатқан сияқты.